Саламатсыздар ма? Менің есімім Мұңайтпасов Сағыныш Серікұлы болады. Мен ламифарен өнімінің жетекші маманы болам. Қант диабеті, қазақтың тілімен аударатын болсақ, сусамыр деген ауру. Кезінде енді бұндай ламифарен сияқты өнімдер болмаған ғой. Көбінесе қазіргі кезге дейін инсулин салмайтын және инсулин салатын деп екіге бөлініп жатады. Ламифареннің бұған пайдасы қандай деген сұрақтар туындаса, мен жауап бере кетейін. Ламифареннің пайдасы бұл жерде адамның бүкіл мына 12 мүшесіндегі зат алмасу жүйесі мен қан айналым жүйесін реттеуі. Ламифареннің құрамында ең алғашқы адамның ағзасына түскеннен кейін әсер етіп, өзінің жұмысын нақты атқаратын цинк пен және магний деген екі микроэлементтер бар. Олар мынау қанның құрамындағы қанттың деңгейін бір қалыпта ұстай отырып, қаннан бөлінетін, ұйқы безден бөлінетін және де бағанағы қалқанша безден бөлінетін гормондар. Көбінесе сол гормондардың бірі мынау бағанағы жасушалар десе де болады. Глюкозаның қанға көп сіңіп кетпеуі, қанның құрамындағы глюкозаның азаюы және де қанның құрамындағы бағанағы айта беретін болсақ, енді лейкоциттер, эритроциттер, гемоглобин, холестерин деп бөлініп жатады. Тек қана қант диабетіне ғана әсер ете қоймай, қоюланған қанды сұйылта отырып, мынау адамның қан қысымы мен давление деп жатады. Жоғары өте қатты көп тараған гипертонический давление дейді. Енді күнделікті адамның қан қысымы көтеріліп жүретін адамдарға айтарымыз. Ламифареннің құрамындағы ламинарин деген полисахарид бар. Соның арқасында қойыланған қанды сұйылта отырып, бүкіл 12 мүшесіндегі зат алмасу жүйесін реттей отырып, ұйқы безбен және қанның құрамындағы қанттың деңгейін реттейтін ламифареннің пайдасы өте мол. Енді қандай пайдасы бар? Көбінесе мынау сұрақтар туындап жатады. Менің балам жасы кішкентай еді, бірақ осындай неге дертке шалдығып еді, қант диабеті ауруына шалдығып еді, қазір инсулин аламыз дейді. Енді бұл жерде инсулиннің құрамы 30-ға дейін көтеріліп, немесе 26-ға дейін көтеріліп, өте повышенный стадия деп бөлінеді. Енді соға дейін көтеріліп жатқан жағдайда адамдар инсулин сала бастайды. Енді ол инсулиннің арқасында қанттың деңгейін бір қалыпта ұстап отыруға болады. Бірақ қосалқы ем ретінде ламифаренді қолдануға да болады. Өйткені 2005 жылдан бастап 2008 жылға дейін Ресей ғалымдарының 25 мың адамға жүргізілген мынау зерттеулер нәтижесінде көп адамдардың қанның құрамындағы қанттың деңгейі бір қалыпқа келгені бақыланған. 9-да 7, 10, 14-ке дейін қант деңгейі көтерілген адамдар 3 айдың ішінде, 4 айдың ішінде белгіленген өзінің уақыты бойынша ішкен адамдар қант деңгейі 5-те 5, 6-ға дейін түсіп жатқан адамдар өте көп. Оның бәрі дәлелденген. Радиодан естіп жатқан мынау сұрақ туындап жатқан адамдарға айтарымыз. 301-02-02 және де алыс басқа қалалардан сұрақ қоям деуші аға жеңгелеріміз, тәтелеріміз болатын болса, Алматы қаласының коды 8727 301-02-02 телефонына қоңырау шалсаңыздар, біз сияқты білікті мамандар және де мен Мұңайтпасов Сағыныш Серікұлы сіздердің сұрақтарыңызға жауап беруге әзірміз.